Маған көп студенттер жазады, қысқы сессияның уақыты жақындады, бірақ менде түк білімі жоқ, стипендиядан құлап қаламын ба, немесе летаға қалып қаламын ба деп қорқамын дейді. Қазір мен саған емтиханға дұрыс дайындаудың 5 этапын айтам. Осылай поэтапно дайындалсаң, сессиядан ЖБ 90+ аласың. Так, бірінші этап ол жоспарлау. Қанша пәннен сессия тапсырасың, сессияға қанша уақыт қалды есепте, және тапсыру керек пәндерді қиыннан оңайға қарай түсіп жазып ал. Ең қиын деген экзаменатор қатал болады деген пәнге көбірек уақыт бөлесің, ал оңай пән, семестр бойы жақсы оқып шықтым деген пәнді қайталап шығуға азырақ уақыт бөлесін. Екінші этап жүйелеу, яғни тапсыру керек деген пәндердің сессияда келетін сұрақтарын, тест документтерін, оқитын конспектіңді, кітаптарыңды жүйелеп жинақтайсың. Үшінші этап ол видео материал қарау. Бағана ең бірінші бөліп алған қиын деген пәндерді ашасың да, іште түсінбейтін тақырыбыңды YouTube-қа жазасың и бірінші әртүрлі лекциялар мен видеоларды көресің. Себебі видеоларда әрбір тақырып оңай тілде, басқа заттармен ассоциироваться етіп түсіндіріледі. Анатомия, физиология бойынша менде YouTube каналда өте түсінікті видео сабақтар бар. Биодағы сілтемеден өтіп көре аласың. Төртінші этап